Құрметті қазақ елі, кешегі өмірден өткен Рим папасы Франциск кезінде Қазақстанға келіп, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен кездескен кезде қасиетті домбырамызбен бейсенбі сайын тарататын жеті шелпек дәстүрімізді ерекше таңданыспен таңғажайып деп бағалаған еді. Мен осы бір жыл ішінде дәл осы Рим папасының өзі құрметтеген жеті шелпекті тараздық Оразбаева деген азаматшаның боқтық сөзінен қорғап, соттың табалдырығын тоздырдым. Бүгін өткен сотта да жеті шелпек дәстүрімізді қорғау үшін жанталастым. Жеті шелпекті қорлатпауды Мәдениет және ақпарат министрлігінен талап еттім. Ал министрлік жеті шелпекті қорлауға жол беріп отыр. Мен сол үшін күресіп жүрмін, құрметті ағайын. Жеті шелпекті қолдайық, ағайын. Бұл біздің ата-бабадан келе жатқан дәстүріміз. Қазақтың дәстүрін қорлатпайық. Алғыс.